суың айғыр, ерекше жаратылыс. Білесің бе, суын айғыр дегенді? Естіп пе едің, сүйін бие дегенді? Ерекше ол жаратылыс иесі мекен етер біздің Каспий теңізді. Суындарың ерекше бір жануар, жер бетіне жылдар салып бір рет шығар. Суындарды көру арман адамға, көрген жылы береке жыл мол болар. Суындарды санаған қастерлі деп, жүйріктердің негізгі тамыры деп, Қамбар-ата болған ой, пірі оның иесі, су патшасы Сүлеймен деп. Малшылар аса қатты күтеді екен, жағаны торауылдап жүреді екен. Суындар шыққан кезін аңдып тұрып, өз үйірін жағаға айдайды екен. Ақалтеке түркменнің аңызаты. Тарихта адай жылқы, жүйрік аты, тұқымын қуар болсақ, жүйріктердің түп тамыры қарағаны суын аты. Ат белгі бұл құбылысты білетіміз, суындарды ерекше күтетіміз. Қалдырған үйіріне суын жылқы, тұқымын елден қорғап жүретіміз. Көзден таса байлап бағып өсіреді, бәйгеге қосамын деп жүгінеді. Шабысына жел ілеспес асқан жүйрік, аламаннан көп табыс сүреді. Суындардың түстер көкшіл татар, жалдарынан тамшылап сулар ағар. Сұлулығы ерекше жаратылыс, жаратушым осыншама шебер болар. Суын шыққан жылы елде құт болар. Ел жұрттың берекемен бірлігі артар. Ырымда келген екен ата-бабам, көрші елдер тарихында айтары бар. Ақтауда болған екен саммит деген, саммитке жағадағы 5 ел келген. Осы ырымға сүйініп, суын аттың мүсінін жағалауға қойған екен.